осы мешітті де керемет құрды, Аллаға шүкір. Ассалаумағалейкум, қымбат көрермен. Эфирде ислам тағылымы бағдарламасы. Біз дәл қазір Шымкент орталық мешітінде тұрмыз. Дәл осы Шымкент орталық мешітінің наиб имамы Исламқұл Иманқұлұлы бізге сұхбат беретін болады. Бүгінгі біздің тақырып өте қызықты махр жайлы. Жалпы Исламқұл Иманқұлұлы, әуелі махр дегеніміздің не екенін бір сұрай кетейікші? Ассалаумағалейкум, мешітімізге қош келіпсіздер. Жалпы сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда ел арасында мәһір мәселесіндегі сұрақтар өте актуалды, өзекті мәселелердің бірі. Жалпы асыл дініміз ислам шариғатында, қасиетті Құран кәрімде мәһір сүресі бірнеше жерде бекітілген. Ислам дінінде әйел адамға өз өмірінде үлкен маңызға ие болатын тұрмыс құру мәселесінде оған тең құқықтар береді. Мәһір соның бір көрінісі. Сондай-ақ ол адал некенің белгісі. Бағдарламаны жалғастыра отыра, қымбат көрермендерге де өте қызықты болар. Жалпы махрдың не екенін білдік. Енді махрдың мөлшері туралы айта кетсеңіз. Шегі бар ма, немесе ең бір төменгі мөлшері бар ма? Біздің шариғатымызда мәһір мәселесінде мөлшері де қарастырылған. Жалпы аздық мөлшерінде шектеу бар, көптігінде шек жоқ. Оны Алла рұқсат еткен дүниенің бірі. Жалпы қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Ханафи мазхабына негіздей отырып шығарған фәтуасы аз мөлшері 10 дирхам көлемі. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам кімнің берер мәһірі 10 дирхамнан аз болатын болса, ол мәһірге жатпайды деген. Ал енді ең аз мөлшері 10 дирхам көлемінде болу керек. Ол дегеніміз қазіргі таңда 425 грамм алтын мөлшерін құрайды екен. Ал енді көптігінде шек жоқ. Ал енді осы көптігінде шек жоқ деген дүниені пайдалана отырып, неке үстінде қалыңдықтар шексіз жаңағы үлкен көлемдегі мәһірді сұраулары ол өздерінің еншісіне тасталған. Дегенмен де ардақты да сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам тұрмысқа шыққалы жатқан қалыңдық, яғни әйелдерге қарата, сендердің ең хайырлы берекелілерің мәһір сұрауда ансапты болғандарың деген. Ал енді ансап дегеніміз не? Ансап дегеніміз жалпы қорыта айтқанда әйел затының қарапайымдылығы. Ер азаматтың жағдайына, әлеуметтік жағдайына қарай отырып, сонымен санаса отырып, мәһір сұрауы есті саналы әйелдің амалы болып есептелінеді екен. Жалпы мәһір бұл Алла тағала тарапынан әйел затына тағайындалған сыйлық. Мәһірді жалпы әйел заты не үшін алады шариғат бойынша деген сұрақта туындауы мүмкін. Жалпы аялап отырған ата-анасын, мәпелеп отырған аға бауырларын тастап, өзге бір шаңыраққа келіп, өзге бір шаңырақтың өрісін кеңейтемін деген аяулы жарға берілетін сыйлық болып есептелінеді екен. Бұл бұрында болған, бірақ қазақ халқы елемеген. Жалпы неке барысында, неке қиған кезінде молдалар мына қалыңдыққа бір жүзік немесе бір сақина алып беріп қоясың деп үн қататын болған. Ал енді мәһір мәселесіне келген кезінде көптеген даудамайлар бар, көптеген күрделі сұрақтар бар. Қазіргі таңда үлкен көлемде көліктер қымбат, үйлер сұрап жатқандар бар. Ансап танытып, ер азаматтың жағдайына қарап, бір білезік сақинамен шектеліп жатқан арулар да бар. Дегенмен де шариғатта мәһірді әйел заты не сұраймын десе де рұқсат етілген, бірақ ансаптысы ең хайырлы берекелісі мәһір сұрауда ер азаматқа жеңілдік танытқандары деген. Міне осыған байланысты мәһір әйел затының жеке мүддесіне берілетін сый-сияпат болып есептелінеді. Ал енді қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аясында сондай бір фәтуа шықты. Қалың мал, егер қыз тарап, қалыңдық тарапынан келісім болса, мәһір орнына жатады деп.
біз қазақ халқында қалың мал беру деген үрдіс бар. Егер қалыңдық сол мәһірді қалың малға жатыстыратын болса, ешқандай әбестік жоқ, қалың мәһірдің орнына жүре береді. Ал қалыңдық жоқ, мен бұл беріліп жатқан қалың малға келіспеймін, мен жеке өзімнің хақыма болған мәһірімді аламын десе, онда мәһірін алу керек болады екен. Исламдың алғашқы күндерінен бастап әйел затының құқығын қорғап, қоғамдағы мәртебесін көтерді. Ата-ананы қыз балаға жақсы тәрбие беріп, сүйіспеншілікпен өсіруге шақырды. Оларды мәпелеп, еркелетіп өсіруге жігерлендірді. Сол үшін жәннатпен қызықтырды. Мысалы, Әбу Хурайрадан жеткен риуаятта Алланың елшісі былай деген: кімде 3 қызы болып, оларды асырауға, машақатқа, қуанышына төзіп, сабыр етсе, Алла ол адамды қыздарына рахым еткен үшін жұмаққа кіргізеді. Сонда сахабалардың бірі: уа Алланың елшісі, 2 қызы болса да солай ма деп сұрайды. Алланың елшісі: 2 қызы болса да солай деп жауап береді. Тағы бір кісі: 1 қызы болса ше дейді. Алланың елшісі: оған да 1 қызы болса да солай деп жауап береді. Осылай жылдар бойына мәпелеп өсірген қызды тұрмысқа беретін кезде келеді. Сол уақытта күйеуі болашақ жарына мәһір береді. 3-4 күн бойы егер де оның күйеуі немесе жары, жалпы айтқанда, басқа елге нәпақа табу үшін немесе басқа да себептермен кеткен кезінде 3-4 күн өмір сүре алатындай болуы керек деп те айтып жатқан жерлер де бар. Ол шындыққа жанасады ма, жанаспайды ма? Иә, бұл нәрсе жалпы әлемдік қалыптасқан 4 мазхаб көзқарасы бойынша бар дүниелер. Жалпы мәһірді талап ету мәселесінде әйел өзінің болашағын ойласа да болады деген дүниелер бар. Мысалы, қандай да бір қалыңдық өзінің болашағын ойлап, ертең күйеуім осындай жағдай болған кезде мен қайда қаламын деген жағдайда баспана сұрауы мүмкін. Шариғатымызда бар дүние. Бірақ алдағы өмірін күйеуінің үмітіне байлап, жаңағыдай мен осындай ажырасатын болсам деген ниетпен мәһір сұрамағаны абзал. Ертең қалай күн көремін деген мақсатта мәһір сұрамағаны абзал. Жалпы неке қиылады ер мен әйелдің мәңгі бірге отбасы құрулары үшін. Ал енді мәңгі бірге жасаймын деген ер мен әйелдің арасында ертең қалай боп қалар екен деген сенім наным болмау керек. Әйел заты барынша өзіне жаңағы ұнайтын әшекей заттар, өзіне қалаған дүниесін сұрау керек. Бірақ арада жаңағыдай есеп қисаппен болуы, яғни күйеуімнен ажырасқан жағдайда, немесе ертең күйеуім дүниеден өтіп қалған жағдайда мен осыны өзіме пайдаланамын деуі, былай есептесуі жаңағы қорыта айтқанда салғыласудың бір аясында болған тірлік сияқты. Ал енді шынайы өмірге қадам басқан жұбайлар барынша бірге жасаймыз, осы кісіде бар дүние менікі деген мақсатпен некелесу керек. Мәһірді де сол аясында сұрау керек. Қазіргі таңда Мысыр мемлекеттерінде сондай жағдайға кетіп қалған Шафиғи мазхабында. Мәһірдің құны көтеріліп кеткен. Бір квартира сұрайды, міндеттеп қойған. Ал енді сол квартираны шектеу қойып қойды, бір үйлі болу керек, мәһірге сол аталу керек. Сол үйге қол жеткіземін деп үйлену үшін қаншама жастар үйленуден қапыда қалып жүр. Үйлене алмай жүр. Қараңызшы. Ал біздің елдерде, біздің ханафи мазхабындарда оған жол бермейді. Бізде кәдімгі аздық мөлшері, көптік мөлшері бәрі белгілі. Жалпы бұл айтылған мәлімет басқа мазхабтарға тиесілі. Мәһірді берудің бір уақытысы бар ма? Немесе тікелей сол неке қиылғанда беруге болады ма? Әлде бір оны созуға болады ма? Жалпы мөлшерін айттық, енді уақытын біле отырайық. Жалпы мәһір некенің негізгі шартынан емес. Мәһір мәселесі неке қию барысында ұмытылып кетсе айтылмастан. Қиған неке дұрыс болып есептелінеді. Мәһір аталмаған кісілерде бар некесі қиылған. Олардың некелері дұрыс болып есептелінеді. Дегенмен де неке қию барысында мәһір аталады. Мәһірдің аталуы ол сүннет болып есептелінеді шариғатымызда.
Ал енді аталған мәһірді арадағы келісімге байланысты. Қалыңдық менің қолыма қазір табыстайсың деуі мүмкін. Немесе өзінің шамасы қашан жетеді, сол кезде маған алып берсе болады деп келісуі де мүмкін. Міне осы кезде арадағы келісімге байланысты. Яғни белгіленген уақыты жоқ. Белгіленген уақыты жоқ. Жоқ, егер неке қию барысында менің мәһірімді дәл осы күні алып бересің десе, ер азаматтың дәл сол күні алып беруі міндет болады. Түсіндіңіз ба? Ал енді ұзаққа болашақ еншісіне тастайтын болса, ер азамат қашан жағдайы келет, сол кезде алып беруге рұқсат етілген. Бұл мәһір аталғаннан кейін ер азаматтың мойнындағы қарызы болып есептелінеді. Әйел кісіге сол мәһірін бермей дүниеден өтетін болса, ертең Алланың алдында қиямет күні осы мәһірден сұралады екен. Сол үшін әрбір ер азамат сол неке барысында атаған мәһірін міндетті түрде қалыңдығына, жұбайына алып беру керек. Бұқара халық үшін саясат, дін, тіл, экономика секілді салалар маңызды болғандықтан ел назарында көп талқыланатындығы белгілі. Соны пайдаланатын блогер, әлеуметтік желінің белсенділері өзінің қолдаушыларын көбейту немесе подписчик санын арттыру мақсатында түрлі айла тәсілге баруға әзір екенін естен шығармаған жөн. Еліміздің үлкендер жағы кезінде мәһір дегеннің не екенін тіпті білмегенін айтып, бүгінгі күні жастар арасында жиі талқыланып жүргені рас дейді. Ата-аналарымыз кезінде некелерін қидырғанда мәһір сыйының бар екенін тіпті білмегенін айтса, жастар болашақ күйеуінен мәһірге қандай сыйлық сұрау керектігін ойланып әлек болып жүр дейді. Ал біреулері діннің атына сын айтып, елімізді дін жайлағалы бері бәрі өзгерді. Мәһір сұрауы арабтың дәстүрі деп мәһір туралы қате мәлімет беріп дәстүрлі дінімізді қаралап жатыр. Сондықтан ғаламторды шулатып жүрген мәһір мәселесі діни тұрғыда міндеттелген мәселе болған соң, оны әркім өзінше тәпсірлеу, топшылау дұрыс бола қоймас. Бұл өз кезегінде басқа тыңдаушылар мен оқырмандарды қате түсінікке итермелейді емес пе? Тағы да бір қызықты сұрақтардың бірі, мәһірді алды. Жары мәһірді келісімді уақытта белгілі бір мөлшерде берді. Енді мәһір тек қана әйел адамға, әйел затына тиесілі ме, әлде оны басқа да жаңағындай адамдар иелік етуге болады ма? Бұл мәселеде мәһір әйелдің өзінің жеке мүддесіне берілген сыйлық болып есептелінеді. Оған ешкім ешқашан қожайындық ете алмайды. Ал енді әйел кісі үлкен көлемде мәһір алды деп есептейік. Сол үлкен көлемдегі мәһірінен өзі отбасына бөліп, тұрмыс ортағына немесе перзенттеріне жұмсай алады мәһірден. Бірақ оны мәһірді берген кісі, күйеуі, жолдасы, сен мынаның бір бөлігін ертең маған қайтып бересің, немесе осыдан біз пайдаланамыз деп шарт қоя алмайды екен. Мәһір берілді, әйел кісінің қолына түсті, ол мүлік әйел кісінікі болып есептелінеді. Ол үшін ешкімге де жауап бермейді. Яғни әйелдің өмірдегі жеке тұтынатын өзінің жеке мүлкі болып есептелінеді екен. Некелесіп жаңа өмірді бастағалы отырған барша жұптарға, болашақ барлық үлгілі жанұяларға алдағы өмірлеріне сәттілік тілейміз. Отбасы әр адамның өміріндегі ең маңызды және қымбат байлық. Отбасы бізге өмірдің алғашқы қадамдарынан бастап қолдау көрсетіп, мейірім мен махаббат сыйлайды. Еліміздің әрбір жанұясы бақытты да берекелі болса дейміз. Ондай отбасынан өсіп өнген балашаға ұлттың қамын жейтін, жүрегіне мейірім нұры ұялаған ұрпақты дүниеге келері анық емес пе? Қазақтың қазақтығы да, даналығы да осында жатыр.